Бұл қандай ертегі? Сәлем досым, менің арнама қош келдің. Бүгін стикер арқылы ертегілерді тап ойынын ойнаймыз. Барлығы 25 сұрақ. Дұрыс жауапқа 1 пай беріледі. Ойлануға 6 секунд уақыт беріледі. Дайын болсақ, бастайық. Бұл қандай ертегі? Дұрыс, Маша мен Аю ертегісі. Дұрыс, Шалқан. Иә, бұл 3 аю. Дұрыс, Қазақ-қу. Өте дұрыс, бауырсақ. Иә, қоянның үйі. Қасқыр мен 7 лақ. Дұрыс, алтын балық. Иә, бұл 3 торай. Дұрыс, ұйқыдағы ару. Қасқыр мен қу түлкі. Иә, алтын балта. Дұрыс, мыстан кемпір. Бұл әке мен бала. Иә, мақта қыз бен мысық. Иә, арыстан мен тышқан. Дұрыс, балта батқасы. Бұл түлкі мен ешкі. Дұрыс, қызыл телпек. Бұл тас пен құмырсқа. Иә, баланың айласы. Өте дұрыс, қолғап. Иә, ақылды қоян. Дұрыс, түлкі мен құмыра. Жарайсың, 7 жүрек. Жануарды көзі арқылы тап. Сәлем досым, бүгін біз жануарларды көзі арқылы тап ойынын ойнаймыз. Барлығы 25 сұрақ болады. Әрбір сұраққа 10 секунд беріледі. Сен қанша жануарларды таба аласың? Кәнекей, бастайық. Айтпақшы, ойынымызды бастамастан бұрын Бөбектер каналына жазылуды ұмытпа. 1000-ға жете аламыз бе екен?
Бірінші сұрақ. Бұл қандай жануардың көздері? Өте дұрыс. Бұл мысық. Мынау құрлықтағы ең үлкен жануардың көздері. Бұл қандай жануар екен? Дәл таптың. Бұл піл. Үшінші сұрақ. Бұл жануар төрт түліктің бірі. Таба аласың ба? Иә, бұл қой. Бұл енді оңай. Қандай жануардың көздері? Өте дұрыс. Бұл зебра. Бесінші сұрақ. Бұл жануардың көздерін тауып көрші. Өте дұрыс. Бұл тышқанның көздері. Бұл үй жануары. Таба аласың ба? Дұрыстап ойланып көр. Әрине, бұл ешкі. Бұл бізде аң патшасының көздері. Керемет, арыстанның көздері. Бұл жануардың терісінен сөмкелер жасайды. Тапқыр екенсің. Қолтырауынның көздері. 9-шы сұрақ. Бұл жеті қазынаның бірі. Қай жануардың көздері? Жарайсың. Ит. Бұл сәл қиындау. Ойланып көрші, қандай жануардың көздері? Өте дұрыс. Бұл кенгуру. Бұл құс Антарктида өмір сүреді. Тауып көрші. Тамаша. Иә, бұл пингвиннің көздері. Бұл үй жануары. Қандай жануардың көздері? Бұл сиырдың көздері. Келесі сұрақ. Мына көздердің иесін тауып көр. Дұрыс, қасқырдың көздері. Ал мына көздер қай жануардікі? Дұрыс таптың. Ағаю. 15-ші сұрақ. Бұл қандай жануардың көздері? Керемет, бұл түйе. Бұл өте әдемі құстың бірі. Тауып көрші. Өте дұрыс. Үкінің көздері. Мына көздер арқылы жануарды тап. Әрине, бұл қоян. Бұл жануар бамбуктың өркенімен қоректенеді. Тауып көрші. Өте тамаша. Бұл панда. Бұл көздер ең ұзын жануардың көздері. Кәнеки тауып көрші. Бұл жирафтың көздері. Бұл жануарды білесің деп ойлаймын. Тауып көрші. Әрине, бұл маймылдың көздері. Бұл қандай жануардың көздері? Сәл қиынырақ.
Дұрыс жауабы мүйіз тұмсық. 22-ші сұрақ. Жануарды тап. Өте дұрыс. Бұл жолбарыс. Бұл ең сүйкімді кеміргіш. Тауып көрші. Өте дұрыс. Бұл тиін. Бұл жануарда жеті қазынаның бірі. Өте тамаша. Ат. Ең соңғы сұрақ. Бұл өте қу жануар. Жарайсың. Бұл түлкі. Осымен сұрақтарымыз бітті. 25 сұрақтың қаншасын таптың? Комментарийге қай жануарды таба алмағаныңды жаз. Артық эмоцияны тап. Бөбектер арнасына қош келдіңіздер. Артық эмоцияны тап ойынын ойнаймыз. Сұрақ саны 20, ойлануға 10 секунд беріледі. Менің арнама жазылмаған болсаңыз, жазылып кетіңіз. Ал біз ойынды бастаймыз. Артық эмоцияны тап. Біріншісі оңай. Жарайсың. Өте дұрыс. Келесісін тауып көр. Дұрыс таптың. Бұл суреттегі артық эмоцияны таба аласың ба? Көрейік. Иә, дәл таптың. Бұл өте оңай. Қанша ұпай жинап жатқаныңды санауды ұмытпа. Бұны да дұрыс таптың. Жарайсың. Бұл суреттегі артық эмоцияны таба аласың ба? Бұл да оңай. Бұл жолы да дұрыс таптың. Келесі суреттегі артық эмоцияны тап. Жарайсың. Дұрыс таптың. Бұл суреттегі артық эмоцияны таба аласың ба? Ойланып көр. Иә, бұл осы жерде. Бұл суреттегі артық эмоцияны таба аласың деп ойлаймын. Өте тамаша. 9-шы сұрақ. Артық эмоцияны тап. Таба алдың ба? Ал енді келесі суреттегі артық эмоцияны тауып көр. Артық эмоцияны таба алдың деп ойлаймын. Келесі суреттегі артық эмоцияны таба аласың деп ойлаймын. Жарайсың. Таптың деп ойлаймын. Бұл суреттегі артық эмоцияны тауып көр. Өте оңай. Бұл сұрақ саған оңай болды деп ойлаймын. Бұл да оңай. Иә, осы жерде. Келесі суреттегі артық эмоцияны тауып көр. Дұрыс. Ұпайыңды санап отыр. Бұл суреттен артық эмоцияны тауып көрші. Ұпайыңды санап, ең соңында комментарийға жаза кет. Артық эмоцияны таптың деп ойлаймын. 16-шы сұрақ. Тамаша.
Мұнда артық эмоцияды жылдам табасың деп ойлаймын. Жарайсың, дұрыс таптың. Бұл суреттегі артық эмоцияды табу саған қиын соқпайды деп ойлаймын. Өте дұрыс. 19-шы сұрақ. Артық эмоцияды тап. Таптың деп ойлаймын. Ең соңғы сұрақ. Бұл суреттегі артық эмоцияды тауып көр. Тамаша. Өте дұрыс. 20 сұрақтан қанша эмоцияды таптың? Комментарияға жаза кет. Маған өте қызық. Және де ойын ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментария жаза кетіңіз. Жеміс және көкөністі тап. Сәлем, досым. Бөбектер арнасына қош келдің. Бүгінгі ойын орын ауысып кеткен әріптерді дұрыс қойып, көкөністер мен жемістердің атауын табу керек. Барлығы 32 сұрақ. Ойлануға 7 секунд уақыт беріледі. Дұрыс жауапқа 1 ұпай. Ұпай саныңды санап отыр. Ең соңында комментарияға жаза кет. Ал біз ойынды бастаймыз. Жүзім. Құлпынай. Өрік. Қияр. Алмұрт. Иә, бұл картоп. Таңқурай. Дұрыс, жүгері. Алма. Иә, бұл пияз. Шие. Ұпай саныңды санап отыр, ұмытпа. Дұрыс, қызанақ. Сәбіз. Брокколи. Иә, бұл қызылша. Мандарин. Қарбыз.
банан, иә, лимон, қырыққабат, анар, асқабақ, авокадо, сарымсақ, дұрыс, шабдалы, қауын, өте дұрыс, болбай алды, таба алдың ба? Бұны да таптың деп ойлаймын. Ананас, манго, киви, ит мұрын. Ең соңғы сұрағымыз, таба аласың ба? Иә, бұл кокос. Осымен ойынымыз аяқталды. Ұнаса, лайк баса кет. 32 сұрақтан қанша ұпай жинадың? Комментарияға жаза кет. Мен міндетті түрде оқимын. Және де парақшама жазылуды ұмытпа. Сәлем досым, бүгін қайсысын таңдайсын атты ойын ойнайтын боламыз. Яғни, өте қызықты таңдау жасайтын боласың. Барлығы 23 сұрақ, 8 секунд уақыт беріледі. Айтпақшы, бөбектер арнасына жазылмаған болсаң, парақшама жазылуды ұмытпа. Қоңырау батырмасын басып, ең бірінші болып видеоларымды көр. Ал ендеше біз ойынды бастаймыз. Бірінші сұрақ: ешқашан сериал, мультфильм көре алмау, ешқашан әлеуметтік желілерге кіре алмау. Мысықтармен сөйлесу немесе қойлармен сөйлесу. Өзі жиналатын үй әлде өзі толатын тоңазытқыш. Тек тәттілер жеу немесе тек тұзды тағамдар жеу. Көлік пе, мотоцикл ме? Ұша алу қасиеті немесе адам ойын оқи алу қасиеті. Дубайға саяхаттау немесе Турцияға саяхаттау. Фанта немесе Кока-кола. Уақытты артқа айналдыру әлде уақытты тоқтату. 5 сағат ұйықтау немесе 10 сағат ұйықтау.
Атақты актер, актриса болу, әлде атақты әнші болу? Ең білімді, ақылды болу, немесе ең бай болу? Қайсысын таңдайсың? Тек нан жеу, немесе тек су ішу? 14-ші сұрақ, қайсысын таңдайсың? Күлкілі болу ма, әлде әдемі болу ма? Келесісі, тегін интернет, немесе тегін тамақ? Су астына саяхат па, әлде ғарышқа саяхат па? Қайсысын таңдайсың? Көлікке бітпейтін бензин, немесе телефонға бітпейтін зарядка? Бір ай бойы қол жумау, әлде бір ай бойы бас жумау? Қайсысын таңдайды екенсің? Тек ыстық мезгілде өмір сүру, немесе тек суық мезгілде өмір сүру? 20-ші сұрақ, жақсы көру ме, әлде жақсы есту ме? Қайсысын таңдайсың? Сені ұрған сайын 1000 теңге алу, немесе күніне 5000 теңге алу? Мүлдем тұз қолданбау, немесе мүлдем қант қолданбау? Ең соңғы сұрақ, бітпейтін шоколад, немесе бітпейтін чипсы? Қайсысын таңдадың? Осымен ойынымыз аяқталды. Ойын ұнады ма? Ойын ұнаса, лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпа. Және де жауаптарыңды комментарияға жаз. Мен міндетті түрде оқимын. Сәлем досым. Бүгінгі ойында сен өзіңе таңдау жасайтын боласың. Саған сұрақ қойылады. Сол кезде сен ыстық кнопканы немесе суық кнопканы таңдау керексің. Сенің таңдауың өзіңнің жауабыңмен сәйкес келеді ме екен? Барлығы 18 сұрақ, 7 секунд уақыт беріледі. Ал ендеше біз бастайық. Айтпақшы, ойынды бастамас бұрын менің парақшама тіркелуді ұмытпа. 1000 подписчикке жеткізе аламыз ба екен? Ал ендеше біз бастаймыз. Бірінші сұрақ, өзіңе үй таңда. Шөл далада немесе солтүстік полюсте? Өзіңе ойын сауық таңда. Бассейн немесе сноуборд? Өзіңе жұмыс таңда. Ыстық немесе суық? Аспазшы немесе мұз мүсіншісі? Өзіңе жейтін зат таңда. Ащы чипсы немесе балмұздақ? Өзіңе супер қабілет таңда. Қолмен суды қайнату немесе қолмен суды мұзға айналдыру? Өзіңе бөлме таңда. От жағылып тұрған бөлме немесе өте суық бөлме? Өзіңе демалыс орнын таңда. Мальдив аралдары немесе тауға шығу? Өзіңе көлік таңда. Өрт сөндіру көлігі немесе мұз тазалайтын комбайн? Өзіңе саябақ таңда. Аквапарк немесе мұзды саябақ? Өзіңе тапсырма таңда. Осы видеоға лайк басу немесе осы видеоның астына пікір жазу? Өзіңе бас киім таңда.
Кепка немесе қыс мезгіліне арналған бас киім. Өзіңе сұйық тамақ таңда. Ыстық борщ немесе салқын окрошка. Өзіңе спорт түрін таңда. Футбол немесе хоккей. Өзіңе сусын таңда. Ыстық шай немесе салқын су. Өзіңе аяқ киім таңда. Туфли немесе уги. Өзіңе жеміс-жидек таңда. Кептірілген жемістер немесе қатырылған жемістер. Өзіңе киім таңда. Шорты немесе қалың күртеше. Бізде ең соңғы сұрақ. Өзің таңдау жаса, ыстық немесе суық, қайсын таңдайсың? Жаңбырлы күн немесе қар жауып тұрған күн. Осымен сұрағымыз аяқталды. Таңдаған жауаптарың өзіңнің қалауың бойынша сәйкес келді ме? Комментарияға жаза кет, мен міндетті түрде оқимын. Ойын ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Сәлем досым, бүгін бір кнопканы таңда ойынын ойнаймыз. Барлығы 20 сұрақ, ойлануға 8 секунд уақыт беріледі. Ойынның шарты, мысалға бірінші сұрақ. Кім бұл нәрсесіз бір ай өмір сүре алады? Анаң, әкең, ағаң, әпкең немесе ата-әжең. Бір кнопканы таңдайсың. Келесі суретте қандай зат екенін көретін боласың. Ал ендеше біз бастайық. Айтпақшы, бөбектер арнасына тіркелмеген болсаң, тіркеліп кетуді ұмытпа. Ал ойынды бастайық. Бірінші сұрақ. Бұл үй жануарын кімге сыйлар едің? Анаңа, әкеңе, ағаңа, әпкеңе немесе ата-әжеңе? Бір кнопканы таңда. Бұл сүйкімді күшік. Кімге бұл тортты туған күніне сыйлар едің? Анаңа, әкеңе, әпке ағаңа немесе ата-әжеңе? Бір кнопканы таңда. Бұл әдемі дәмді торт. Мысығыңа кім осылай жасауға рұқсат береді? Анаң, әкең, аға, әпкең немесе ата-әжең? Бұл мысыққа макияж жасау. Бұл ойынды кіммен ойнар едің? Анаңмен, әкеңмен, аға, әпкеңмен немесе ата-әжеңмен? Футбол. Мен аға, әпкеммен ойнар едім. Келесі сұрақ. Қоғамдық орында бұлай жасауға кім рұқсат берер еді? Анаң, әкең, аға, әпкең немесе ата-әжең? Қатты айғайлау. Кім бұл нәрсені көп істейді? Анаң ба, әкең бе, аға, әпкең бе, әлде ата-әжең бе? Бәріне ылғи ұрса беру. Жетінші сұрақ. Кімге бұл жануар керек? Анаңа, әкеңе, аға, әпкеңе немесе ата-әжеңе? Бір кнопканы таңда. Бұл бізде сиыр. Кім сені өте жақсы таниды және түсінеді? Анаң, әкең, аға, әпкең немесе ата-әжең? Өз жауабыңды пікірге жаз. Көрейік. Кімді көп таңдайды екен? Мен міндетті түрде барлығын оқитын боламын. Кімге бұл төсек орында ұйықтаған ұнар еді? Анаңа, әкеңе, аға, әпкеңе немесе ата-әжеңе? Бұл шатырдың ішіндегі төсек. Кім бұл жерде шомылғысы келеді деп ойлайсың? Анаң, әкең, аға, әпкең немесе ата-әжең? Акулалар бар теңіз. Кімді таңдадың? Кімге бұл нәрсені жоспарлауға сеніп тапсырар едің?
Анаңа, әкеңе, аға әпкеңе немесе ата жеңе. Өзіңнің туған күніңді кімге сеніп тапсырдың? Сенің туған күнің қашан? Пікірге жаз. Тауып алған затты кіммен бөлісер едің? Анаңмен, әкеңмен, аға әпкеңмен немесе ата жеңмен? Бұл бізде бір қорап ақша. Кім бұл сусынның дәмін көру керек деп ойлайсың? Анаң, әкең, аға әпкең немесе ата жең? Бұл құлпынай коктейлі. Болашақта бұл жерде кім тұрады? Қалай ойлайсың? Бір кнопканы таңда. Марс планетасы. Кімге бұл көлікті сыйлар едің? Анаңа, әкеңе, аға әпкеңе немесе ата жеңе? Ойланып көр. Бұл бізде қызыл түсті көлік. Бұл демалыс орнына кіммен барар едің? Дубай. Кімді таңдадың? Кім бұл нәрсесіз бір ай өмір сүре алады? Анаң ба, әкең ба, аға әпкең бе, әлде ата жең бе? Интернетсіз ағаң мен әпкең интернетсіз жүре алады деп ойламаймын. Кімге бұл сағат керек? Бір кнопканы таңда. Іліп қоятын сағат кімді таңдадың екен? Кімге бұл аяқ киімді сыйлар едің? Анаңа, әкеңе, аға әпкеңе немесе ата жеңе? Дұрыстап ойлан. Биік өкшелі туфли. Әкеңді таңдап қойған жоқсың ба? Соңғы сұрақ. Кімге осындай тосын сый жасар едің? Анаңа, әкеңе, әпкеңе, ағаңа немесе ата жеңе? Бұл бізде әдемі гүлдер. Сәлем досым, бүгін біз мен айтқан сөзді қайталама ойынын ойнаймыз. Ойынның шарты, мысалға, кез келген айды ата деп сұрақ қоямын. Менің жауабым наурыз айы. Ал сенің жауабың менікімен сәйкес келмеу керек, себебі сенде 3 өмірің бар. Егер де менің жауабыммен сәйкес келіп қалса, сен бір өміріңнен айырыласың. Ойын шарты түсінікті деп ойлаймын. Ендеше біз бастаймыз. Бірінші сұрақ. Өзіңе ұнайтын айды ата. Менің жауабым шілде айы. Келесі сұрақ. Кез келген жануарды ата. Мысық. 1-ден 10-ға дейін бір сан айтыңыз. 7. Допқа қатысты бір ойынды атаңыз. Волейбол. Өзіңе ұнайтын түсті таңда. Қызыл түс. Кез келген үй жануарын ата. Ит. Ақша, алтын немесе күміс. Ақша. Бір қоғамдық көлікті атаңыз. Автобус. Бір супергеройды атаңыз. Өрмекші адам. Теледидар, ұялы телефон немесе ноутбук. Ұялы телефон. Бір смайлик гүлді таңда. Мен мына гүлді таңдадым. Қазақстанның бір қаласын ата. Астана. Кез келген бір сусынды атаңыз. Пепси. Кез келген жемісті атаңыз.
Құлпынай. Кез келген құсты ата. Бүркіт. Өзіңе ұнайтын бір мультфильмді ата. Ой-жұмбақ. Кез келген мейрамды атаңыз. Сегізінші Наурыз. Кез келген көкөністі ата. Қызанақ. 100-ден 110-ға дейін бір сан айтыңыз. 113. Сен қандай сан таңдадың? Қай айда дүниеге келдіңіз? Мен наурыз айында. Кез келген гүлді атаңыз. Раушан. Аптаның бір күнін атаңыз. Жұма. Балмұздақтың бір түрін атаңыз. Құлпынай қосылған балмұздақ. А әрпінен басталатын бір мемлекетті атаңыз. Америка құрама штаттары. Кез келген аспапты атаңыз. Домбыра. Бір мамандықты атаңыз. Мұғалім. Бешбармақ, манты немесе палау, қайсын таңдайсың? Мен бешбармақты таңдадым. Алма, қарпыз немесе құлпынай, біреуін таңда. Мен қарбызды таңдадым. Б әрпінен басталатын мемлекетті ата. Бразилия. Ең соңғы сұрағымыз. 0-ден 5-ке дейін бір санды атаңыз. Байқаңыз, менікімен сәйкес келіп қалмасын. 3 саны. Ал осымен ойынымыз аяқталды. Менің жауабым мен сенің жауабыңның қаншасы сәйкес келді? Ойын соңында қанша өмірің қалды? Комментарияға жаза кет, мен міндетті түрде оқимын. Сәлем досым. Бүгін біз иә немесе жоқ ойынын ойнаймыз. Ойынның шарты, мен бір сұрақ қоямын, оған иә немесе жоқ деп жауап беруің қажет. Барлығы 25 сұрақ, ойлануға 6 секунд уақыт беріледі. Айтпақшы, ойынды бастамас бұрын Бөбектер каналына тіркеліп ал. Ал ендеше біз бастаймыз. Сіз осы затты қалайсыз ба? Я немесе жоқ. Сиқырлы шам. Сіз осындай сыйлықты қабыл алар ма едіңіз? iPhone 15. Сіз осындай көлік сатып алар ма едіңіз? Я немесе жоқ. Трактор. Бұл аспапта ойнар ма едіңіз? Пианинода, яғни күй сандықта. Сіз осы жерде тұрғыңыз келеді ме? Ешкім тұрмайтын аралда. Бұл тортты жейсіз бе? Я немесе жоқ, қайсын таңдайсыз? Бұл шоколадты торт. Сіз осы сусынды ішер ме едіңіз? Ашып кеткен сүт. Сіз осы нәрсені жасап көргіңіз келеді ме?
Парашюттан секіру. Сіз осы ұсынысты қабылдайсыз ба? Айға ұшу. Сіз осы көлікке отырып көргіңіз келеді ме? Спортқа арналған көлік. Сіз осы ойынды ойнағыңыз келеді ме? Roblox ойыны. Сіз осы затсыз бір апта жүре аласыз ба? Қантсыз. Осындай жануарды қалайсыз ба? Зебра. Осы сыйлықты ұтқыңыз келеді ме? Бүкіл әлемді аралау қандай күшті сыйлық? Сіз велосипедіңізді осыған айырбастар ма едіңіз? Әдемі қайыққа. Мұқтаж жанға осы затты берер ме едің? Өзіңнің ұстап жүрген телефоныңды. Өзіңізге осындай жұмысты қалар ма едіңіз? Тәттілердің дәмін көруші. Осы елге барып көргіңіз келеді ме? Африка елі. Өзіңізге осындай бөлме қалайсыз ба? Әдемі жарық бөлме. Сіз осы киімді киіп көрер ме едіңіз? Жыртық шұлық. Өзіңіздің телефоныңызды осыған ауыстырар ма едіңіз? Алтынға. Бір апта уақытыңызды осында өткізе аласыз ба? Әдемі шипажайда. Өзіңіздің жақын досыңызға осы затты сыйлайсыз ба? Өзіңізге деп жинаған ақшаңызды. Осы затты сатып аласыз ба? Ескі телефонды. Ең соңғы сұрақ. Осы жерде шомылар ма едіңіз? Акуласы бар теңізде. Сәлем досым. Бүгін мақал-мәтелді жалғастыр ойынын ойнайтын боламыз. Барлығы 30 мақал-мәтел болады. Мен бір мақалды айтамын, сен сол мақалды ары қарай жалғастыру керексің. 30 мақалдың 25 мақалын ары қарай жалғастырып тапсаң, ұтқаның болып есептеледі. Яғни бір мақалға бір ұпай беріледі. Досым, алдымен Бөбектер каналына тіркеліп кет, ал біз бастаймыз. Мақал-мәтелді жалғастыр. Біреу тойып секіреді, ары қарай қалай болады? Иә, біреу тоңып секіреді. Келесі мақал. Еңбек етсең ерінбей. Дұрыс, тояды қарның тіленбей. Үшінші мақал. Жақсыдан үйрен, ары қарай. Дұрыс, жаманнан жирен. Бұл мақалда оңай сияқты. Аш бала тоқ баламен ойнамайды. Жалғастырып көрші. Дұрыс, тоқ бала аш болам деп ойламайды. Бұл мақалды тез тауып алатын сияқтысың. Досыңа орғызба. Иә, өзің түсесің. Келесі мақал. Қоянды қамыс өлтіреді. Жарайсың, жігітті намыс өлтіреді. Бұл мақалды да тез тауып алатын сияқтысың.
білекті бірді жығар. Білімді мыңды жығар. Таптың ба? Бұл мақалда саған оңай сияқты. Көз қорқақ, қол батыр. Таптың деп ойлаймын. Келесі мақал. Дос жылатып айтады. Ары қарай. Дұрыс, дұшпан күлдіріп айтады. Ұста пышаққа жармас. Ары қарай. Етікші етікке жарымас. Келесі мақал. Інісі бардың тынысы бар. Ағасы бардың жағасы бар. Бұл мақал оңай болды деп ойлаймын. Келесі мақалда саған оңай сияқты. Бірлік болмай. Тірлік болмайды. Өзге елде сұлтан болғанша, жалғастыр. Я, өз еліңде ұлтан бол. Ананың көңілі балада. Баланың көңілі далада. Келесі мақал. Туған жердей жер болмас. Я, туған елдей ел болмас. Бұл мақалды да тез тауып алатын сияқтысың. Оқусыз білім жоқ. Білімсіз күнің жоқ. Дұрыс таптың ба? Келесі мақалда оқуға байланысты. Оқысаң озарсың. Оқымасаң тозарсың. Балалы үйде. Ары қарай жалғастыр. Өтірік жатпайды. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда сон алады. Ұпайыңды есептеп отыр. Ет етке, сорпа бетке. Әдепті бала, арлы бала. Жалғастыр. Дұрыс, әдепсіз бала, сорлы бала. Ақылы көпті дау алмайды. Өте дұрыс, досы көпті жау алмайды. Ал бұл өте оңай. Оқу инемен, дұрыс, құдық қазғандай. 100 теңгең болғанша, жүз досың болсын. Бұл да оңай. Оқу білім бұлағы. Білім өмір шырағы. Бұл мақал да саған оңай сияқты. Аққуды атпа. Досыңды сатпа. Бұл мақал да қиын емес сияқты.
Не ексең, соны орасың. 28-ші мақал. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Бұл мақал да саған оңай сияқты. Айтылған сөз атылған оқпен тең. Ең соңғы мақал. Бұл мақалды таба аласың ба? Сөз сүйектен өтер, таяқ еттен өтер. Таптың ба? Осымен мақалды жалғастыр, ойынымыз аяқталды. 30 мақалдың қаншасын таптың? Комментарияға міндетті түрде жаза кет. Парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Келесі кездескенше.